Аятжан ініміздің бастауымен ашылған Қазбілім ұлттық лицейі балаларыңызды алып келіңіздер. Біз балаларымызға инвестицияны осы кезден салуды үйренуіміз керек. Ана өзге ұлт өкілдері немесе орыс тілділер балаларына холидейге беріп жатыр. Айына 1,5 миллионнан басталатын оқу орындарына. Ал мынау деген бұлай қарасаң керемет білім беретін жер. Білім тіпті тегін деуге де болады. Бағасын сосын айтармын сіздерге. Екінші қабат бұл аманат залы, аманат коридоры. Ең бірінші бізге не аманат? Негізінде аманатқа қиянат жүрмейді ғой. Аманат деген керемет сөз. Жер аманат ең бірінші. Одан кейін ел аманат. Жошып апамыз. Діл аманат. Көп адам дін мен ділді ажыратамай жатады. Діл аманат. Рух аманат. Мұнда біздің желтоқсандағы батырлардың көрінісі тіл аманат. Ересек адамдардың өздері ажырата алмай жатады. Әуен мен әуезді. Әуен аманат. Димаш пен Әміре, Біржан және әуез аманат. Дәстүр аманат. Һәм мирас аманат. Аманатқа адал бол, ұрпағыңды табыста дейді. Мынау мектептен шыққан оқушылар андан сонда шаршағанда келіп кәдімгі капчан секілді демалып жататын жер работный центр сияқты. Үшінші қабат қазақтың аналарына арналады, батыр қыздарына арналады. Зарина Ханшайым, Бағзының батыр қыздар, Тұмар Ханшайым екеуі. Мұнда рулы елдің ұйытқысы абағана, қызайана, мұрыннан алады. Мынау Қабанбай батырдың жары Гаухар батыр 20-ға жуық ер азаматтармен, кәдімгі батырлармен шайқасқа шығып жеңіске жеткен анамыз. Мынау Қабанбайдың қызы Назым батыр қыз. Мынау ақ қыз күйші Дина апамыз екеуі. Саусағына сыртын қандаланы, балалар оқып жатыр. Мынау біздің 20-шы ғасырдың басындағы білімді жандарымыз Мәриям Сейдәрі, Әзиба Құлжан, Аққағазда Ұшан, Үмігүлсім Асфендияр, Мубина Нияз, бұл кісілер дәрігерлер, мына кісілер ұстаздар. Ерлікпен өрілікті қатар жүрген біздің Мәншік пен Әлия ағаларымыз. Ақыран Хиуаз апамыз, Халида маман берген. Мынау ғылымға ден қойған апаларымыз. Мынау өнер. Айша Қарымбай, Шара деген өмірді өз сашылығын салған. Мынау кітапхана. Бұл кітапхананың ерекшелігі бұл жерге оқушылар жалаң аяқ кіреді. Және байқасаңыздар орындық жоқ. Егер орындыққа отырғызып оқысыз мына жерге болады. Негізінде бұл жерде еркін жата қалып үйде өзіміз жерге жата қалып оқимыз ғой. Сондай жағдай жасаған екен. Мынау Қазақстанның экологиялық хал ахуалынан көрініс беретін қабат. Бұл 4-ші қабат. Мынау қазақтың қасіретті полигонға байланысты мәлімет. Бұны әрбір қазақ біліп жүру керек. Сақ болыңыз. Ағалаштың бір мұңы бар Арал деген. 60-шы жылғы ахуал мен 24-ші жылғы ахуал. Міне мынау Қазақстанның картасы, шөлдегі бізді қамтамасыз етіп тұрған сулар, өзен көлдер жайы. Міне қандай аянышты сурет. Егер біз уақытқа тәуелдіміз ғой дәріміз, бірақ дұрыс қарамасақ, күн сағаттың өтуімен мынандай халге айналдыруымыз әбден мүмкін деген ой. Орман алқаптағы жердің көлемінің 4-5%-ға жетпейтін ғана орман, 66% жер шөлейтті деградацияға ұшыраған. Мынау Қазақстанда жоғалып кеткен, жоғалудың алдында тұрған жануарлар. Жер бетінен 3 сағат сайын 3 жануар, күн сайын флора мен фаунаның 70 түрі жойылды. Суықтық, браконьерлік, киікті аппа, жалпы киік емес, жалпы тірі жәндік тапқан болды.
ең үлкен 5-ші этаж. Мынау қазақтың дәстүріне негізделген, руханиятқа негізделген қабат. Беру керек. Бала болсын білу керек. Нені беру керек? Сәбиге көрімдік, жетімге қол қайыр. Көргендеген қызға қалауын, сағынғанға сәлемдеме, мүсәпірге садақа беру керек. Қуанышқа шашу беру керек, қуантқанға сүйініш беру керек. Соғымнан сыбаға, егіннен кеусен, малдан көгендік, киімге байғазы тонға сияпат, байлықтан шүрен, үлкенге сәлем, доста естелік, жаңа көршіге ерулік, босанған анаға қалжа беру керек. Мынау өрнекке тағылым тұндырып, өрілмен өмірлік тұрған қазақтың ұлттық нақышына байланысты толық мәлімет бар. Және мынау біздің қазақ сардарларының жаңағы несі иерархиясы. Мынау қазақтың ұлы даланың юриспруденциясы, былайша айтқанда. Қазақтың жасағына дейін есіктен бекітіп болып, қастығына қасқа жолы, қазақстанның алғашқы қазағына. Ал мынау сұрау керек нәрселер. Қыдырдан бата сұрайсың, аңшыдан сыралық сұрайсың, қонақтан бұйымтай, олжадан тәбәрік, қарттың қалжайын, ағайынның бүтіндігін, сырқат жанның көңілін, жетімнің жайы кейін, саудың амандығын сұрау керек. Ұлттық тәрбиедегі қазақы негізгі 3 тірек. Ұят болады, обал болады, жаман болады. Өзімшілдік таныту, біреудің алашығын аттау, ғайбаттау, өсектеу, өтірік айту бәрі жаман болады. Қамқорлық, мейірімділік, адамгершілік, жанашырлық, табиғатта ұялау, ол обал болатын қағидатында. Адалдық, жауапкершілік, ар-ождан, әдептілік пен мәдениет ұят болады да. Мынау қазақтың жыл ай мезгілінің өзгерулері, 12 жандар күн таласынан бастап әлгі үркердің ауы, бөрі сырғақ, жамбасқа түсу, ұлыс күн, бес қонақ, құс қанат, отамал, қызыр тамшысы, бір жарған, құралайдың салқыны дегендердің барлығы осы жерде жазылып отыр. Мынау қазақтың ұлттық музыкалық аспаптары. Шынын айтқан кезде көп адамдар осыларды да білмейді. Мынау киіз үйдің жабдықтары неден құралатындығы, ал мынау киіз үйдің әртүрлі қанаттары не деп аталатыны. Мынау 30 қанат Алтын Орда хан мәжілісінен бастап қарапайым 4 қанатты үйлерге дейін әсерді көрініс тапқан. Әуелге бәтіс салған балғасымен төс, көр, қысқашқа шау. Мен керемет не жасап қойдым жаңағы видео. Соны сіздермен бөлсем, көріңіздер, танысыңыздар.